Балалардағы иш қату бұл жиі кездесетін мәселе, бірақ оны түсіну және басқару маңызды. Иш қату дегеніміз нәжістің сирек шығуы, немесе нәжісті шығарудағы қиындық. Бұл жағдай балаларда жиі кездеседі және әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін. Әдетте бұл ауыр жағдай болмаса да, балалар мен ата-аналар үшін жайсыздық пен мазасыздық тудыруы мүмкін. Белгілерді тану бастысы. Ерте анықтау және дұрыс шаралар қабылдау маңызды. Балаңыз дәретке отыруға қиналады ма, іші ауырады деп шағымданады ма, немесе тамаққа деген қызығушылығы кенеттен төмендеді ме? Бұл белгілерді байқау өте маңызды. Бұл иш қатудың айқын белгілері болуы мүмкін. Ата-аналар бұл белгілерді байқаса, дәрігермен кеңесу керек. Есіңізде болсын, әр бала әртүрлі, біреуіне қалыпты нәрсе, екіншісіне қалыпты болмауы мүмкін. Баланың әдеттерін бақылау маңызды. Ишектің қозғалыс жиілігі әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір балалар күн сайын дәретке отырады, ал басқалары бірнеше күнде бір рет. Сенімді болыңыз. Иш қату балалық шақта өте кең таралған және көбінесе үй жағдайында қарапайым әдістермен басқарылуы мүмкін. Дұрыс тамақтану және сұйықтық ішу маңызды. Бұл нұсқаулық балалардағы иш қатудың жалпы себептерін зерттейді. Үйде қолдана алатын практикалық шешімдерді зерттейді және балаңыздың денсаулығы туралы хабардар шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Дәрігермен кеңесу де маңызды. Кішкентай іштерді бақытты және сау ету үшін бірлесіп жұмыс істейік. Балаларымыздың денсаулығы біздің басты міндетіміз. Иш қатудың жалпы себептері. Шешімдерге көшуден бұрын, ең алдымен не нәрсе иш қатуға әкелетінін анықтайық. Диета маңызды рөл атқарады. Күнделікті тамақтану әдеттеріңізді қашықты тағамдар ішек қозғалысын жақсартады. Ақ нан, өңделген тағамдар және жемістер мен көкөністердің аз болуы туралы ойланыңыз. Бұл тағамдар иш қатуға әкелуі мүмкін. Сұйықтықты, әсіресе суды жеткіліксіз ішу қатты, құрғақ нәжіске әкелуі мүмкін. Оны шығару қиын. Күніне жеткілікті мөлшерде су ішуді ұмытпаңыз. Стресс және эмоционалдық факторлар ішек қозғалысына да әсер етуі мүмкін. Баланың психологиялық жағдайын бақылау маңызды. Жаңа мектепке бару, отбасындағы өзгерістер, немесе тіпті дәретке үйрету қысымы физикалық тұрғыдан көрінуі мүмкін. Бұл өзгерістер баланың иш қатуына әсер етуі мүмкін. Жүгіру, секіру және ойнау ас қорыту жолындағы бұлшықеттерді ынталандырады, ішектің тұрақты қозғалысын қолдайды. Баланың белсенділігі маңызды. Өмір салтының осы факторларын шешу арқылы сіз иш қатудың алдын алып, оны тиімді басқара аласыз. Денсаулықты сақтау үшін бұл әдеттерді күнделікті өмірге енгізіңіз. Табиғат көмекшілері ишектерді қозғалысқа келтіретін жемістер мен көкөністер. Кейбір жемістер мен көкөністер жасырынған супер қаһармандар сияқты. Олар талшықтарға бай, бұл сиқырлы зат нәжіске көлем қосады және заттардың тегіс қозғалуына көмектеседі. Ең жақсы таңдаулардың кейбіріне таңқурай, алмұрт және қабығымен алма жатады. Брокколи, бұршақ және сәбіз туралы ұмытпаңыз, олар иш қатумен күресте өте күшті. Күн сайын тамақ пен тағамдарға 1-2 порция жеміс-жидек пен көкөніс қосудан бастаңыз. Олардың диетасына шағын, тұрақты өзгерістер енгізу арқылы сіз балаңызды иш қатумен күресу және ішектің сау қозғалысын сақтау үшін қажетті құралдармен қамтамасыз ете аласыз. Су өмір үшін маңызды және иш қатуға қарсы құпия қару. Балаңыз сұйықтықты жеткіліксіз ішкенде, олардың нәжісі қатты және құрғақ болуы мүмкін. Балаңызды күні бойы су ішуге шақырыңыз. Суды негізгі ылғалдандыру көзі ретінде ұстаныңыз. Сонда балаңыздың ас қорыту жүйесі сізге алғыс айтады. Балаңыздың көп су ішетініне көз жеткізу арқылы сіз иш қатудың алдын алу және басқару бойынша белсенді қадам жасайсыз. Ішті жұмсақ уқалау ас қорыту жолындағы бұлшықеттерді ынталандыруға, ішек қозғалысын ынталандыруға көмектеседі. Мұны қалай істеу керек? Балаңыз арқасымен жайлы жатқанда, қолыңызға аздап балалар майын немесе лосьонын жылытыңыз. Жұмсақ, дөңгелек қимылдарды қолдана отырып, тоқ ішектің жолымен жүріп, ішін сағат тілімен уқалаңыз. Иштің төменгі оң жағынан бастаңыз, қабырғаларға қарай жоғары, сол жаққа қарай, содан кейін сол жақ жамбас сүйегіне қарай, төмен қарай жылжытыңыз. Тым көп қысым жасамаңыз және балаңыз қандай да бір ыңғайсыздықты сезінсе тоқтаңыз. Ішті уқалау әдетте қауіпсіз болса да, әсіресе балаңызда денсаулыққа байланысты қандай да бір проблемалар болса, алдымен дәрігеріңізбен кеңесу әрқашан жақсы идея. Тұрып жүріңіз, ишектің сау қозғалысы үшін көңілді іс-шаралар.
Физикалық белсенділік іш қатумен күресте супер қаһарманның көмекшісі сияқты. Балаңыз жүгіргенде, секіргенде және ойнағанда, ол олардың ас қорыту жолындағы бұлшықеттерді ынталандыруға көмектеседі. Балаңызды күн сайын кемінде 60 минут белсенді болуға шақырыңыз. Қуаласпақ ойнау, велосипед тебу, би билеу немесе тіпті аулада жүгіру сияқты қарапайым әрекеттер үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін. Балаңыз әрекетті неғұрлым ұнатса, оны үнемі жасауы ықтимал. Физикалық белсенділік тек іш қату үшін пайдалы емес. Бұл жалпы денсаулық пен әл-ауқат үшін маңызды. Кейде ең жақсы құралдар ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан құралдар. Бұл құралдар табиғи және қауіпсіз. Өрік шырыны ол іш қатуды жеңілдетуге көмектеседі. Кептірілген өрік талшықтарға бай және нәжісті жұмсартуға және ішек қозғалысын ынталандыруға көмектесетін сорбит деп аталатын табиғи іш жүргізетін зат бар. Бұл балалар үшін де өте пайдалы. Аздап өрік шырынынан бастаңыз, бүлдіршіндер үшін 2-4 унция, үлкен балалар үшін 4-8 унция. Бұл мөлшер іш қатуды жеңілдетуге жеткілікті. Зығыр тұқымы тағы бір табиғи керемет, ол көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Ол талшықтарға және ас қорыту жолын майлауға көмектесетін омега-3 май қышқылдарына бай. Бұл ас қорыту жүйесін жақсартады. Ұнтақталған зығыр тұқымын смузиге, йогуртқа немесе сұлы майына қосуға болады. Бұл тағамдарға қосымша дәм береді. Кез келген жаңа құралды қолданар алдында әрқашан дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Әсіресе балаңызда денсаулыққа байланысты қандай да бір проблемалар болса. Бұл қауіпсіздік үшін маңызды. Медициналық кеңес алу қажет болған кездер болады. Егер балаңызда келесі белгілердің кез келгені байқалса, дәрігерге хабарласыңыз. Нәжістегі қан бұл неғұрлым ауыр мәселенің белгісі болуы мүмкін. Іштің қатты ауыруы, қатты ауырсыну бітелуді немесе басқа асқынуларды көрсетуі мүмкін. Құсу, егер балаңыз сұйықтықты немесе тамақты іше алмаса, сусызданудың алдын алу үшін медициналық көмекке жүгініңіз. Үйдегі дәрі-дәрмектермен жақсармайтын тұрақты іш қату денсаулыққа байланысты қандай да бір проблемаларды болдырмау үшін дәрігермен кеңесіңіз. Іш қатып қалған баламен күресу қиын болуы мүмкін, бірақ есте сақтаңыз, сіз бұған дайынсыз. Олардың диетасына біртіндеп өзгерістер енгізуден бастаңыз. Талшықтары көп жемістерді, көкөністерді және дәнді дақылдарды тұтынуды арттырыңыз. Оларды күні бойы көп су ішуге шақырыңыз. Олардың күнделікті тәртібіне тұрақты дене шынықтыруды қосыңыз. Шыдамдылықпен, дәйектілікпен және сүйіспеншілікпен сіз балаңызға іш қатуды жеңуге және ас қорыту жүйесін бақытты және сау ұстауға көмектесе аласыз. Балалардағы іш қатудың алдын алу бойынша қосымша кеңестер. Дәретке отырудың тұрақты тәртібін орнатыңыз. Балаңызды күн сайын бір уақытта жақсырақ тамақтан кейін дәретханаға баруға шақырыңыз. Жайлы ванна бөлмесін жасаңыз. Ванна бөлмесінің балаңыз үшін қонақжайлы орын екеніне көз жеткізіңіз. Дәрігермен кеңеспей іш жүргізетін дәрілерді қолданудан аулақ болыңыз. Іш жүргізетін дәрілерді шамадан тыс қолдану тәуелділікке және басқа асқынуларға әкелуі мүмкін. Шыдамды және қолдаушы болыңыз. Сенімділік пен қолдау көрсетіңіз және олардың жетістіктерін жол бойында атап өтіңіз. Осы кеңестерді орындау арқылы сіз іш қатудың алдын алып, ішектің сау әдеттерін қалыптастыруға көмектесе аласыз. Балаңызға ішек әдеттерін талқылау үшін ашық және жайлы орта жасаңыз. Оқиғалар үшін оларды ұялтудан немесе жазалаудан аулақ болыңыз. Оң бекітуге назар аударыңыз. Балаңызды дәретхананы қолданғаны және жаңа тағамдарды көргені үшін мақтаңыз. Ишектің сау әдеттерін ерте қалыптастыру іш қатудың алдын алып, балаңызды өмір бойы ас қорытудың сау болуына әкелуі мүмкін.